Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді үй жағдайында жасалатын аз ғана заттан тұратын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды дайындап алдым. Осылайша, яғни 1 бокал қант керек болады. Егер сіз тәттірек болғанын қаласаңыз, пирогыңыздың тағы да жарты бокал қоссаңыздар болады. Мен осылайша 1 бокал қосып, яғни миксердің көмегімен жақсылап араластырдым. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептерді міндетті түрде бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Яғни осылайша қою болғанша араластырамыз. Егер сіздерде миксер болмаса, венчикпен жасасаңыздар да болады. Осылайша жақсылап араластырдым. Яғни енді бізге 1 кесе айран керек болады. Мен магазиннің айранын қолдандым, яғни 2,5% айранды қолдандым. Осылайша айранымызды құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Енді бізге сұйық май керек болады. Яғни жарты стакан сұйық май құямыз. Осылайша жақсылап араластыратын боламыз. Егер сіз жақсылап араластырып отырсаңыз, пирогтарыңыз өте әдемі болып шығады. Яғни алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды осылай шашыратып отырып саламыз. Яғни 1 кесе ұн қолдандым. Осылайша жақсылап араластырамыз. Екінші кесемізді саламыз. Екінші кесемізді салған уақытта ұн қопсытқыш саламыз, яғни разогретель саламыз. Екінші кесемізді де, яғни осылайша шашыратып отырып салатын боламыз. Разогретель пайдаландым, яғни миксермен жақсылап араластырамыз. Яғни барлық жермен осылай айландырып отырып жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша қоюлығы осылай болып шығады. Осылай қою масса болғанша араластырамыз. Біздің пирогымыздың массасы дайын болып шықты. Осындай қалпымызға саламыз. Осылайша қоюлығы осылай әдемі болып шықты. Енді бізге осындай қалпымызға салып, яғни 180 градуста 45 минутта дайын болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алтын түсті керемет пирог болып шықты. Осылайша кесіп көрсететін боламын. Іші толықтай пісті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көтерілгені өте әдемі пирог болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода
көріскенше.